Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ажурный, өте жұқа болып келетін дәмді блинчиктардың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа, 3 ас қасық толтырып, құмшекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған сүтімізді, өлшеп қойған сүтіміздің жартысын қосамыз да, араластырып, үстінен ұн қосып, бір келкі масса болғанша түйіршіктерді қалдырмай жақсылап араластырып аламыз. Үстінен қалған сүтімізді құямыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Осындай бір келкі масса болғаннан кейін үстінен газдалған су құятын боламын. Менде сарыағаш газдалған суы, сіздер ондай газдалған су болмаса, жай суды да құя берсеңіздер болады. Және де 2 ас қасық сұйық майымызды құйып араластырып аламыз. Ең соңынан осындай бір пачка, яғни 10 грамм разрыхителімізді салып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай сұйық масса пайда болады. Енді табамызды қыздырып, бірінші ретінде ғана осылай жақсылап майлап аламыз табамызды. Және де сіздердің блинчиктарыңыздың жақсы шығуы үшін арнайы блинчик пісіретін табаларыңыздың болғаны да өте маңызды рөл атқарады. Міне осындай бір құйғаннан өте әдемі болып жабыспай шығатын болады. Шет-шеттері қызара бастағанда осындай вилканың немесе шпажканың көмегімен шет-шетін жабысқандарын аласыздар да осылай екінші бетіне аударып алатын боласыздар. Астының піскенін қарап тұрып, піскеннен кейін екінші ретінде де кішкене табамызды қыздырып жіберіп барып екінші рет құятын болсақ, сонда біздің блинчиктарымыз осындай тесік-тесік әдемі болып шығатын болады. Ортасына творог немесе фаршты қуырып жіберіп, ортасына начинка ретінде салсаңыздар, өте дәмді болып шығады өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Егер де сіздерде блинчиктарыңыз дұрыс шықпайтын болса, осы рецептпен барлық граммдарына де мөлшерін дұрыстап таразымен өлшеп істейтін болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде бірден шығатын болады. Барлық блинчиктарыңызды осылай барлығын пісіріп алатын боласыздар. Осымен біздің блинчиктарымыз дайын, өте жұп-жұқа дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.